Менің аспанға және авиация деген сүйіспеншілігімнен басқа менің өмірлік мақсаттарым біздің аты аңызға айналған ұлы батырымыз Бауыржан Момышұлы атындағы Алматы Республикалық әскери мектеп интернатында оқу кезінде қалыптасқан қағидалар мен ұстанымдар арқасында іске жүзеге асты. Оқу барысында біздің Қазақстан тарихындағы көрнекті тұлға, батыр, жазушы, патриотизм мен адами даналыққа толы кітаптарының авторы еңбектерінде тәрбиеледі. Осының арқасында мен қызметте белгілі бір биіктерге жеттім. Және қазіргі уақытта ұшқыш болып табыламын. Әскери авиаторлардың жас буын тәрбиелеуді жалғастырудамын. Барлық жас ұрпаққа, әсіресе әскери оқу орындарының курсанттарына біздің кейіпкеріміздің дәйек сөзін одан әрі оқу мен қызметте есте сақтап басшылыққа алуға кеңес беремін. Қазіргі уақытта менің өмірлік принциптерім, адамның жоғарғы адамгершілік қасиеттері тек еңбекте ғана айқындалады. Еңбекте тұрақсыз адам, шайқаста да тұрақсыз. Үлкендердің нұсқауы бойынша біздің әрі қарай оқуымыз бен қызметіміз біздің аты аңызға айналған практик әрі теоретик әскери Бауыржан Момышұлының қағидаттары мен еңбектерін басшылыққа алынатын боламыз. Адамның жоғарғы адамгершілік қасиеттері тек еңбекте ғана айқындалмайды. Еңбекте тұрақсыз адам шайқаста да тұрақсыз.